Балабақша кезегінде тұру бірнеше айға, кейде бірнеше жылдарға созылуы мүмкін. Сондықтан көпшілік ата-аналар бүлдіршіндерін жеке балабақша бергенді жөн көреді. Ал кейбіреулері бала күтуші жалдайды. Бұл нарықтағы қызмет құны қандай, үнемдеуге бола ма? Бұл бағдарламада осы сұрақтарға жауап табамыз. Таныс болыңыздар. Айжан Темірбаева жасана жақында жұмысқа шығуды жоспарлап отыр. Бірақ 1,5 жасар баласын кімге қалдырарын білмей басы қатқан. Балабақшадағы кезегі әлі күнге келмеген. Осы 2 жыл бойы мен қазір декретте отырмын. Бірақ жұмысқа шығатын кезегім келген. Сондықтан маған жедел түрде бала күтуші керек болып тұр. Ол жай ғана бір бала күтуші емес, кәдімгідей балама қарауға көмектесетін, тамақ пісіріп, үй жинауға көмектесетін адам керек маған. Кейіпкеріміз жеке балабақшаға бүлдіршінін бергісі келмейді. Өйткені таңертең апарып кешке алып қайтуға уақыты тығыз, үлгермеуі мүмкін. Сондықтан үйге келіп қарайтын бала күтушіні жалдауды қалайды. Бірақ олар сұрайтын баға Айжанның көңілін су сепкендей басты. Ғаламторда да бір талай рет іздегенмін. Неше түрлі сайттарға кірдім. Бірақ бала күтушілердің бағалары, сұрайтын бағалары өте қымбат мен үшін. 100 мыңнан кем емес, кейде 150 мың теңге сұрайтындары бар. Бағаға сапасы сай, бала күтушіні көңілге қонымды бағаға табуға бола ма? Кейіпкеріміз бұл түйткілдің түйінін тарқатып, көмектесер деген үмітпен біздің жобаға хабарласып отыр. Осы жақында сіздің жобаңызды көргем, теледидардан бірнеше рет. Сонда ойыма сізге хабарласам деген бір ой пайда болған. Және де сіз маған көмектесерсіз деп үміттенем. Өйткені басқа амал жоқ. Жеке бала күтушіге әсіресе үлкен қалаларда сұраныс жоғары. 1 сағат қызмет көрсету құны 500 теңгеден басталып, 1000 теңгеге дейін жетеді. Көпшілік ата-ана ғаламтордағы арнайы порталдардың көмегіне жүгінеді. Ондағы баға да әркелкі. Қарым қабілеті, білім білігіне қарай бала күтушілердің сұрайтын бағасы сан түрлі. Аптасына 5 күн өз үйінде қарайтындар кемі 60 мың теңгеге жалданады. Ал тәжірибесі мол, жан-жақты бала күтушілердің арасында айына 300 мың теңге алатындары да табылды. Мегаполистердегі бала күтушілердің орташа жалақысы 90 мың теңге. Олар өз үйінде қарайтын және клиенттің баспанасына барып, бағатын болып 2-ге бөлінеді. Ал бала күтушіні табуға көмектесетін агенттіктердің ай сайынғы табысы 400 мың теңгеге жетіп жығылады. Интернет арқылы жемісті жұмыс жасайтын мұндай агенттіктер жылына 5 миллионға дейін табыс табады. Бұл ақпараттардың барлығымен клиент үшін талас жобасына қатысушылар бөлісті. Таныс болыңыздар, Бауыржан Канкин, бала күтушілерді ұсынатын интернет порталдың өкілі. Люди начали верить, няни начали приходить. Адамдар бізге сене бастады. Бала күтушілер де біртіндеп келді. Қазіргі уақытта күн сайын орташа 5 келісім жасаймыз. Айдана Тұяқова бала күту қызметімен бірнеше жылдан бері айналысады. Осы сала бойынша білім алған кәсіби маман. Мен мектепке дейінгі балаларды оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша 3 жыл жұмыс жасап келе жатырмын, және де өзімнің кандидатурамды сыналамын. Және үшінші қатысушымыз Салтанат Ғабдулина бала күтуші іздеген жандарға интернет арқылы қызмет көрсетеді. Біздің компания Астанада бала күтуші қызметін ұсынумен айналысады. Бізден жұмыс іздеген мамандар жетерлік. Бұл салада қызмет атқарғаныма 3 жылдан асты. Біздің қатысушылар кейіпкерімізге бағасына сапасы сай қызмет көрсетуге дайын. Бірақ мүмкінді клиент үшін таласушылардың тек біреуіне бұйырады. Естеріңізге сала кетейік. Айжанға 6 күн бойы баласына қарап, үй шаруасына көмектесетін бала күтуші қажет. Ай сайын төлеуге дайын бюджетін де белгілеп қойды. Мой карман позволит завести себе няню в пределах 100 тысяч, не дороже. А если будет дешевле, я буду очень рада. 90 тысяч это вообще будет шикарно. Клиент үшін талас бағдарламасының шарты бойынша қызмет көрсетушілер 1 минут ішінде біздің кейіпкерге барынша жеңілдік жасауы тиіс. Қатысушылар бұл талаптан шыға ала ма? Бірге тамашалайық. Клиентіміз өзі ең алдымен 100 мың теңге деп отыр екен. Олай болса 95 мың деп көрейік. Бұл ақшаға таба аламыз. Бізде кәсіби бала күтушілер көп. Меніңше 90 мың теңгеге табуға болады. Бізге осы бағаға бала күтушіні іздеу қиынға соқпайды. Жақсы, біз 85 мың теңгеге өз қызметімізді ұсына аламыз.
клиентіміздің ұсынысы мені қызықтырып отыр, сол үшін 80 мыңға дейін деп түсіре аламын. 75 мың теңгеге дейін жеңілдік жасай аламыз. Астана үшін бұл өте арзан баға. Бізде басқа да үміткерлер бар. Менің ойымша 70 мың теңгеге жақсы бала күтушіні табуға болады. Мен соңғы шешімім, егер клиент менімен ұзақ уақыт жұмыс жасауға келісімін берсе, онда тек қана 60 мыңға ғана түсіре аламын. Я думаю, что за 60 тысяч тенге... Жоқ, 60 мың теңгеге келісе алмаймыз, өйткені бұл бағаға кәсіби бала күтуші келіспейді. Оның үстіне біздің беделімізге де нұқсан келеді. Жоқ, өкінішке орай бұдан төмен бағаға келісе алмаймын. Бұл таласта Айдана жеңіске жетіп тапсырыс салды. Ал аукционнан бас тартқан өзге қатысушылар бұл нарықтың қыры мен сыры туралы ақпараттарымен бөлісуге келісті. Бұл күні көпшілік кез келген қызметті ғаламтордан іздейді. Бүгінде бала күтуші табуға көмектесетін интернет порталдар жеткілікті. Олар жұмыс сұраған маман мен бала бағушы іздеген ата-ананы жолықтыратын екі ортадағы қызметін атқарады. Вы экономите время. У вас сразу же, вам не нужно... Сіз ең алдымен уақыт үнемдейсіз. Басқа жерден іздеп сабылудың қажеті жоқ. Біздің порталға кірсеңіз жеткілікті. Хабарласқаннан кейін сізге керек бала күтушіні өз қойған шартыңыз бойынша тауып береміз. Запросом именно подходящую для вас няню. Мамандар бала бағушыны терең зерттеп, сырына әбден қаныққаннан соң ғана қабылдаған дұрыс дейді. Себебі бұл кәсіпті ақша табудың арзан жолын айналдырып алған алаяқтар жетеді. Сондықтан агенттіктер алдымен сұхбат жүргізеді. Интернетте жеке өзіміздің порталымыз бар. Бала күтушілер өздері туралы мәліметтерді сол жерде қалдырады. Алдымен олар туралы барлық ақпаратты тексеріп, сұхбат жүргіземіз. Артынша өткен-өтпегенін хабарлаймыз. Келесі қадам. Сыннан сүрінбей өткен үміткерлердің толықтай мәліметі порталға салынады. Ол жерде жас ерекшелігі, бағасы мен қызмет түрлері бірнеше бөлімдерге бөлінген. Бізде қазір жазылудың 4 түрі бар. Біріншісі сынап көру. Ол тегін. 3 күннің ішінде әр ата-анаға 3 бала күтушінің мәліметі толықтай ашық тұрады. Егер одан көп тізімді көргісі келсе, 5999 теңге төлеуі тиіс. Сонда 10 күн бойына шектеусіз барлық бала күтушінің мәліметіне қол жеткізеді. Бала күтушінің міндетіне негізінен тамақтандыру, ойнату, далаға серуендету қызметтері кіреді. Клиентпен келіскен жағдайда үй шаруаларын да атқарады. Бір қызығы, айына 200 мың теңгеден жоғары жалақы сұрайтындарға нарықта сұраныс бар екен. Они с большим опытом жизненным, у них есть Олардың какие-то тәжірибелері навыки, көп. да, у которых Оларда нет өзгелерде других жоқ нянь. қасиет Допустим, у болуы нас мүмкін. есть часовые Бізде няни, мысалы әр сағатына ақшалатын четырехкратный деген 4 түрдің призер чемпион, Казахстана по дзюдо хоккею шебері, шайбой. математика пәнінің үздік мұғалімдері. Олар жай ғана олимпиадчики по бала күтуші математике, емес. Бір международные сағаттың олимпиадчики по ішінде математике. сіздің То есть балаңызды они не біраз просто нәрсеге үйретеді. часовые няни, они бейбиситеры. Бала күтуші қызметіне әркімнің ақ бар таласы. Бірақ бұл мамандықты игеру екінің бірінің қолынан келмейді. Бала тілін табу ең қиын қызметтердің бірі. Бала күтушіге ең алдымен адамгершілігі мол болу керек. Бет әлпеті, жаңағы сөйлеу манерасы жақсы болу керек. Бала өзінің алдында отырған адамға көп еліктегендіктен барлық жағынан да жан-жақты болу керек. Әртісте болу керек, ұстаз да болу керек, дос та болу керек. Бұл қасиеттердің бәрін бойына сіңіре алған Айдана клиентіміздің көңілінен шықты. Айжан қолжетімді бағаға бала күтуші тапқанына дән риза. 24 KZ каналына және клиент үшін талас бағдарламасына мың алғыс білдірем. Өйткені сіздің арқаларыңызда осы қаншама ақша үнемдедім. Мысалы 150 мың теңгеге емес, одан да арзан бір өте жақсы бала күтуші таптым. Егер сіз де уақыт пен ақшаны үнемдеп сапалы өнім алғыңыз келсе, біздің жобаға қатысыңыз. Өтініштеріңіз 24 KZ арнасының ресми сайтына және біздің әлеуметтік желідегі парақшамызда қабылданады. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі көріскенше.